Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен менің ең сүйікті салатым және тойымды әрі дәмді салатым қытырлақ пай салатын дайындаймыз. Жасалуы өте оңай. Ендеше бастайық. Ең алдымен осындай балғын қиярымызды ұзынша жұқа етіп турап алатын боламыз. Барлық қиярымызды осылай турап ыдысымызға саламыз. Енді суда піскен тауықтың төс етінде тура солай ұзынша етіп турап аламыз. Барлығын турап онда ыдысқа саламыз. Енді қайнаған осындай жұмыртқамызды да ұзынша етіп турап аламыз. Туралған жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Енді осындай консервідегі жүгерінің бір банкасын немесе қалауыңызша жартысын да қоссаңыздар болады. Енді алдын ала дайындалған осындай картофель пайымызды жартысын осындай ыдысымызға саламыз. Жартысын сәндік үшін алып қаламыз. Жарты шай қасыққа толтырмай тұз қосамыз және керегінше майонез қосып барлығын жақсылап араластырып аламыз. Неге барлық араластырылған салатымызды осылай тәрелкеге барлығын әдемі етіп салып аламыз. Менде үлкен тәрелке болғаннан кейін көптеу салынды. Енді осындай жаңа жарты картофель пайымызды бетіне қойып, әсемдік үшін осындай ас көктен әдемілеп қойсаңыздар болады. Неге осымен дәмі тіл үйіретін салатымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.